Өскеменде 26 мектепке бомба қойылдымы? Білім ошағындағы оқушылар түгел қауіпсіз жерге шығарылып, полиция жарылғыш затты іздестіріп жатыр. Мектептерге бомба қойылған туралы хабарлама білім ошақтарының электронды поштасына жіберілген. Бірақ қыз жақпастың кім екені әлі белгісіз. Соған қарамастан құзырлы органдар қауіпсіздік мақсатында оқушылар мен ұстаздарды түгел далаға шығарды. Ал оған дейін саперлер мен кинологтар ғимараттарды сүзіп шықпақшы. Әзірге 26 мектептің тек 10 шақтысы ғана тексерілген. Соңғы 3 күннен бері Өскеменде бомба қойылған туралы жалған хабарлама жиілеп кетті. Полиция ел жұртты дүрліктірген күдіктіні әлі іздестіріп жатыр. Күдікті ұсталған жағдайда қазір таңда енді 273-ші қылмыстық кодексінің 273-ші бабымен тергеу әрекеттері басталды. Ұсталған жағдайда күдікті адамның негізі тартылатын жазасы 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе оның бас бостандығын шектеу. Сондай жазалар көрсетілген.